Dostlar, biz bugün altın kızımның туған күні. Mını kızım. Soğan biz tortun, suun, kolaсын алуға magazinге шықтық. Алдық, себебі бүгін сыныбында тойлайды екен. Кеше бір қыздың туған күні болып болды. Солай жасаған екен, енді менің қызымды солай жасағысы келгеннен алып беріп жатырмын. Не алған көрсетші? Торт алды. Туған күніңмен Диана деп жаздырып алдық. Не жерде ше? Не жерде? Тұр. Не бар да анандай? Ой, ше телефоннан бұлай жақын болып көрінуі мүмкін да. Бірақ жаман. Қатты ойда, мен осы бір ойға қарасам басым айналады, неге екен. Маршрутымызға пешком келе жатырмыз, жақын еді. Осы остановкада тұрсаң ештеңе естілмейді. Ұлыма шоколад алдым. Шоколад алдық осындай. Себебі чипси әкеп бер дейді да. Чипси керек емес, чипси деген не ғой? Зиян ғой деп ше. Сонымен шоколад берейінші деп. Бұны сыныбындағы балдарға алып барады қазір. Тортпен бірге. Диана? Туған күнің құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын. Қатарыңның алды бол. Достар, егер де құттықтау десе, комментарийға жаз кетіңіздер. Мен сіздерді жақсы көремін. Күн сәулесін таратқанда, бақыт бар көрінбейді нәрәк таңда. Біз ұйықтап кеткен жоқпыз мәңгілікке, оятқан сансыз алғыс жаратқанға. Қалдырмас өмір атты жолда жалғыз, барыңды бағалада тәубаңа түс. Жарықты сыйғып беріп сана беріп, жасаған жоқтан барғып алла қалғыз. Алғыз анаға, алғыз әкеге, алғыз жас пен кәріге. Алғыз бауырға, алғыз ауылға, алғыз елдің бәріне. Көрінсе тіршілікте күндестерің, жөн болар жылы жұмсақ тілдескенің. Алғыс айт дұшпанды да досыңдай көр, оларсыз биігіңдей білмес дедің. Жақсы сөз жанымызды байтар тек, жаманның жала жауып айтар кек. Сағаттай сырғып жатқан дүниеде, алғысың алғыс болып қайтады тек.